бақытсыз қайлаш қалайсыздар? Менде бар бір дүние, мен жалпы бар ғой. Мысалы сендердің туған күндерің қай айда, қай күні? Май 8-і. 8 май. Мамыр. 13 шілде рак. 13 шілде рак деген ес. Тамыз айының 16 жұлдызында дүниеге келген. Ненің? Тамыз айының. Тамыз айының. Август это ты, мод. Конституция күніне 15 күн қалған кезде дүниеге келдім. Жақсы, менікі қаңтардың 9-ы. Январский, да? Январский, иә, қаңтардың 9-ы. И мен өзім туған күнді ешқашан тойламайтын вообще. Ешқашан тойламайтын, себебі мектепте даже басқа балалар андай туған күндерін жасап, бір салфеттің үстіне торт қойып, сокпен андай күшті мамалары келіп, торт алып шығып. И менде сол гештальт болып қалып кеткен да, туған күн тойлау. И менде андай январдың 10-ы күні сабақ басталатын всегда. Мен туған күнім январдың 9-ы үйде отырам былайнан. 10 январ келем. И андай, бір подарка может алып қалам деп ойлап, классқа кірем. Тілеген өткен туған күніме дейді да, мұғалім бүгінге не тапсырма берді деп просто сабақ басталып кетеді, короче. И осылай қалып қойдым мен. И мен всегда туған күнде папаның достары келетін да, просто бірге ішетін. Сен туған күнің просто мен туған күнде андай әңгіме естідім. Папа отыр, папаның досы отыр, папаның досы мен папама отырып былайынан, өмірде 3 түрлі адам болады. Высшая категория, средний категория, нижний категория. Мен өзімді, Сәке, мен өзімді высшая категорияға жатқызам. Сен де өзіңді высшая категорияға жатқыз. Давай, сен балаң үшін алып қояйық. Я средний категория, типа, не туда, не сюда жүргендер ше. Не жаман емес, не жақсы емес. Не туда, не сюда, сондай. Деп ойлаймын, білмеймін. Категориялар өзі анау, бедность, средний, андай ғой, я? Баяғыда нищийда едің. Көбіз нищийда едік қой баяғыда. Нищий деген низкийде. Низкий. Нижний. Жоқ, сен Неше түрі бар? нищий деп жатыр ғой, бұл сен дүниемен санап тұрсың ғой сонда. Дүниемен санама сен. Адамгершілік жағынан да низкий едік та? Барлық жағынан. Сонда категорияң низкий болып, бірақ адамгершілігің высшийда жүрсе, пайда жоқ қой. Пайда жоқ. Одан да сен низкийсің ба, значит низкийда жүрсің ғой до конца. Аузы қисық болса да дейді, высший категория сөйлесін дейді. Типа аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді ғой. Біз не қисық емес, не сөйлей алмаймыз, не сөйтіп жүріп. Әйтеуір среднийға жетіп, среднийда жүрдім деп ойлаймын. Жарайды. Рахмет, мен среднийға тық бергеніңіз үшін. Жа сен туған күнің айтқаның маған өте жиза. Менікі 16 тамыз ғой, августтың 16 күні. Сабақ жоқ қой ол кезде, сен келесі күн құттықтай деген ғой әйтеуір. Менікі деген бәрі біреу деген лагерьде жүр, біреу анда жүр. Сондай кезде ғой, 1 сентябрь басталады туған күнің. Сен уже 12-ке толып бардың сен. Сен өткен туған күніңді де білмейді олар. 31 августты құттықтамайтын адамдар класстастар ғой олар. Осының жасы көбейеді, сен вообще туылғансың ба деп. Мен всегда ойлайтым ғой, мынандай арман, чешет мини арман болған, мектеп ертерек басталса екен дейді. 15 августтарда. Сөйтіп, келесі күн мені құттықтайды да зато. Деп айтпесе, бүкіл туған күнінде зыр жүгіреміз ғой мектепте. Ананың туған күні болса, туған күніне бірдеңе істейік, бірдеңе алып берейік, бірдеңе. И менің туған күнім келген кезде жоқпыз да мектепте, что за прикол деп. Сөйтіп, өмір бойы туған күнді тойламаған класстастардың арасында. Ал қазір сен қалай қабылдайсың? Андай бола ма сенде жек көру деген секілді? Класстастарымды ма? Жоқ. Мысалға мен вообще уже ішіндегісін айтып қойды. Травма қалып қойған. Менде травма қалып қойған ба білмеймін. Мен, короче, туған күнім ешкім бар екен білмей қойса екен деп ойлаймын да, туған күн болып жатқанын. И мен біреу құттықтаса, андай звондамай қойса, просто жазса, мен просто бүйтіп рахмет деп жазсам болды ма? Мен қашан максимально. Сен просто драмасың ғой, короче. Блин, мен де туған күн болғанда көңіл күйім болмайды. Просто туған күн деген кейбіреу үшін менде таныстар бар, туған күні өзінің өмірі қатты важный деп санайтын адамдар бар өмірде. Кімнің өмірі важный сонда? Өзінің өмірі важный деп санайтын адамды. Бәріміз солай санаймыз ғой? Жоқ, маған мысалға, тоқтат. Сен өз өміріңді Ұстап Сен өз өміріңді важный деп санауы мүмкін. Бірақ маған сенің өміріңе наплевать мысалға. Не үшін мен сенің сол күніңді мен келіп, сен өзінің уақытыңды өлтіріп, сенімен бөлісуім керек момент. Жоқ, мен тілеген түсініп тұрмын. Анандай өзінің өмірін важный қылып санап, мысалы сен үйде ваннада өзімен өзің тісін жуып, я такой важный десең бәріне наплевать та.
а сен кеп еще андай атмосфераға өзің важныйлығын таратасың ғой, сен сол туралы айтасың ғой. Андай навязывать. Мен сенің асты үстіңде жүруім керек, потому что бүгін сенің туған күнің. 9 январь хабарласпаймын. Бірақ өз туған күнін қатты жақсы көретіндер бар ғой. Мен сенің қатарындамын. Екеуміз бір жақтамыз. Ана жаққа қарай агрессияны берейік. Давай. Мен туған күнімді вообще. Менікі 13 июль вообще. Вообще жаздың ортасы. Мен вообще мектеп туралы ойламайтын. Маған керек емес та етін ол. Мә әдемі айттым қазақша. Несіне шапалақтап жатсыңдар? Қазір қазақша сөйлегенге шапалақ ұратын заман болды ғой. Қазағым қайда барады? Мен туған күнім жыным келеді тоже. Мен туған күнім тойлағым келмейді. Бірақ вечно келіншегім бір супер пати ұйымдастырып жібереді и арасында ха-ха жүре беремін. Бірақ баяғыда мен туған күнде үйде үлкен той болатын вечно. Тума-туыс, құда-құдағи, көрші қаланың бәрі жиналып, әже үлкен той жасатады. Сол жыным келетін еді да, таңғы 6-да тұрасың, соның бәрін өзің істейсің, жүгіріп жүресің, туда-суда, тост тыңдап жүгіріп жүресің, бір заттарды әкеліп шандай. Сен толған жасыңа, бір кемпір отырғызады, отыршы қасыма. Сен туғаны күн деп кемпірлер екеуміз ән айтайық, екеуміз есте қаласын болып. Әже өліп қалдыңыз ба? А мен андай қолымда тазикпен құманмен бүйтіп деп тұрам, тезетіңдерші деп. И бәрі бітеді, бәрін қайта жинастырасың, короче. Из-за этого маған туған күн ұнамайды. Саған үміт қатты болған ғой, видимо, бір. Маған деген үміт жестко болды вообще. Давление, кәдімгі. Жестко ғой. Да. Мен мысалы сразу выше категория тудым, да? В отличие от некоторых. И выше категория туған заттың жаман жері, жұрттың барлығы сенен еще выше бір зат талап етеді да. Из-за этого кішкентай кезінен бәрі сенің көтіңе кіреді, там жүк. Өте қатты. Негізі ол мен пиздец болып отқан жоқ, өте қатты жүк қой. Байдың баласы дегенше барлығы сенен бір затты требовать етіп тұрады. Бізге неге сондай жүк бермеді екен? Кете. Мына өсет көтеріп алып бүйтіп, смело бүйтіп. Сөйте ойлайды адамдар. Ақшаң болса болды емес пе? Қойшы деп еще бүткіл мұңыңды обесценить етеді. Ана жүкті көте. Солға бізде Қазақстанда. Данный момент үшеуміз қатты обесценить етіп отырық примерно. Өмірінің қиынына екі киндер бересеңші. Екі киндер жегенде өмір қиындығын ұмытып кетуге болады ғой. Сол. Или олай емес па? Да, ауыл магазиндерінде киндер, Хеннесси, дым жоқ жандай. Өмірден кетіп қалайын десе бүйтіп, ұмытылып кетейін десең дым жоқ нормально. Сенің жалғыз мақсатың, ойнайды да мен ондай. Сен жалғыз мақсатың жақсы адам болу ғой, жақсы адам болумен күресу ғой сенікі, получается. Жүк деген не жүк ол? Ей! Қазір бір-екі жүгіңмен ұрып жүресің. Мысалы айтады, мысалы мен алдында айтып кеттік қой бұл теманы айтпақшы. Қайттан айналдырып алып айтайын деп жатырмыз походу. Сенің байлығында біз выпуск сайын әңгіме қыламыз. Сенің ақша бітпейінше біз айтамыз пока. Ақша бар ма айтайық. Сенің байлығың 2-3 сезонға жетеді. Мен бүкіл байдың балдары достарым қиналады, өткені әкелері мощный да қатты. И солардың мысынан басылып өзінің мнениесін жеткізе алмайды, или там батясымен андай жарысып тұрады, ішіндегісін айтамайды мысалы. Мен мысалға батяммен өте удобны болды. Батя тұрды, главное түрмеге отырып қалма деді болды. Цель. Сен мақсатын түрмеге отырып қалмау. Етін. Уже асып тұрсын да сен, короче. 1-0-ді. Уже свобода жүрсің, миссияң орындалған. Сен түрмеде отырып қалма дейді. Мысалы, Чикоға ішіп кетпе деді болды. Сөйтіп айтқан жоқ па саған? Ішіп кетсең, ол да нормально, бәріміз ішіп кеткен, біз арамызда жүреміз деп жіберді ғой сені. Жоқ. Бұл өз айтса обидно болмайтын еді. Сіз айтқан соң қиналып қалды. Атам заманнан кеткен соң байлар сол сөйтіп адамдарды кемсітіп. Мен туған күнімді қатты жақсы көретін. Менің туған күнім 8 май. 1 май кайфуша. Демалыс. Мамаң екеуің бір-біріңе гүл бересіңдер ме? 7 күні, Ой, 8 март. Жүнді, календар білмейтін бәле. Календар білмейтін. Ол апрельде ғой. Болды. Сен Бәдік. Сен выше категориядан болды. Сөйтіп, ана бір күні кайфовать етесің, сәл күтесің, 7 күні андай не,
23 февраль сияқты ше балдарға подарок береді. ұландар күні 7-сі бір подарок алам, 8-і бір подарок алам мысалға. сен жеңіс күніне сен жеңіс істеп қойды 9-ы тағы алатын Иә, шығарсың. и 9-ы күні дальше демалыс мысалға. И ары қарай уже жазда жақындап қалды. Қатты шайып кететін мен майға қарай. Өте бақытты етін майда всегда. Қатты. Бірақ сосын 17-18-ге келгенде бүйтіп тоже андай. Не надо поздравлять, пожалуйста деп сондай пайда болды. Қазір әйелім тоже жасайды туған күндер ше. Бірақ әйелімнің бір проблемасы бар да. Ол туған күнге тек қана өзіне комфортный адамдарды шақырады. сен бар ғой Историсқа біраз адам саласында достарым жазады да. Анау неғып жүр, енді ол мен әйеліммен араласады былай деп ше. Все, дұрыс қой, үйленгеннен Так что кейін. мен да туған күніме келгілерің келсе, мен әйеліммен араласып алыңдар. бір түрлі естіледі екен Бір түрлі естіледі екен, ә? Жоқ, нормально. Мен әйеліммен танысасыз, номерін берейін ба деген соң. Туған күн демекші, мені Хәни дейтін араб досым болды да. кім деген Хәни деген. Хәни алты әріп па өңештен алып келесің ба Хәни. Хәни деп айтасың. Сәл Хәниға. ғани ғой кәдімгі Иә, Хәни ғой. Соның арабшасы бақ отыр. ғани деп ол бізде Хәни дейсің. Сол туған күні тоже ерте көктемнің кезі. Хәни, hey, what's up? Happy birthday, хабала деп, motherfucker деп айтсам, айтады да, неге сен қуанасың дейді. Туған күнде қуанба, неге адамдар қуанады. Сен наоборот, ана великий судқа 1 жылға еще жақындадың дейді. Мен құттықтама олай деп, вообще басыма балтаға да жіберді, короче. ол Мен ойланып қалдым бүйтіп. неме деп ойланып қалдым Сонда біз каждый туған күнде бүйтіп, деудің орнына бүйтіп, деу керекпіз. 1 жыл мен. жоқ ол анандай ғой оптимисттер пессимисттер болады ғой жаңағы стакан жартылай толған ба жартылай пустой ма деген әңгіме секілді ғой иә либо сен андай қарауға болады иә мен өлімге бір қадам жақындадым онда күнде сондай болса күнде жақындайсың ғой сен соны туған айтсам күніңде ғана жақындамайсың ғой күнде жақындамайсың ба міне ертең болса ертең де жақындайсың ертең настроениесі түсіп жүр бүйтіп туған күніңде саған туған күнің типа просто цифры бойынша ғой айтпесе күнде жақындап отырық қой андай пессимистический емес оптимистический нәрселер айтайық Жоқ, просто бір андай жағымсыз адам екен, Хәни конкретно. Адам келіп туған күнімен десе, ты еще ближе к суду деп. Рахмет, брат деп кетсе болады ма? Соны айтамын, мал. Звондаш десе. Жаз жібермесем кеше. Туған күнімен деп. низкий категориядағы адамдар ғой ей біз сол жерде Бетіңді бүйтесің. Низкий категорияда адам. дико сен сол туған күнің тойлайсың ба сен тойлайтын адамдардың қатарынансың ба мен тойлап көрмегенмін туған күнімді прикинь мен последний 9 жыл туған күнімді тойламадым бірақ құттықтайды адамдар 12-де келіп вау деп бір 20-30 адам сондай екен ма 20-30 адам құттықтай ма сені жоқ барып құттықтап алам десең иә келеді бәрі жиналып бүйтіп вау туған күніңмен деп жиналады күшті вау дальше не план план жоқ ешқандай мен ондай бүйтіп дальше дейтінге андай тоқтап қалыппын да короче и сол үшін ертең не план ертең де өстіп жүремін мен и солай последний 9 жылдық туған күнім просто бүйтіп туған күнмен рахмет деп сөйтіп өтіп кетті Ал Каспийге тың деп кездесші туған күніңмен. тың деп бір-ақ рет келеді да тың деп ол бәрі звондамайды ғой бәрі жібермейді ғой Каспийге туған күнде андай еще туған күнде сыйлық аласың ғой күшті сыйлық алуды да ұмытып қалыппын ғой мен низкий категориядамыз ғой біз десең и сөйтіп осы жыл емес последний бір 7-8 жыл туған күнде вау дейтін прям ешқандай событие болған жоқ сол үшін мен есімде жоқ туған күндерім айтады ғой ей туған күнде не істедің дейді ғой білмеймін просто жүрдім кәдімгі өмір сүрдім деген сияқты Как-то позитивно грустный әңгімені айтып жатсың сен ше мен түсінбедім. сол постоянно аңсаған постоянно өте нашар историяны қазір даже бар ғой мен бір қараңғы көшеде келе жатқан кезде мені мына жерден біреу пышақтап кетті ғой деп андай сондай қылып айтады да бұл Мысалы мына жақтан пышақтаса болады неге айтты деп. мына жерде шырам қалып қойды мынандай шырам тірі қалдым ғой главное оптимист базар жоқ енді оптимист болмайсаң неменеге өмір сүресің өзі өмір сүрудің өзі оптимизм қай кезде сен өз өзіңді аяйсың мысалы сен адамсың ба жаның бар ма вообще бір бар ғой. уайымдайтын кездер деп бір уайымдайтын кездер бола ма туалетте отырғанда болсын бір не знаю бір жерде бір отырып уайымдайтын кезің бола ма бір жаңа бір уайымдадым бүгін Қайратпен Астана ойнады иә чемпиондық матч 3-тен 5-ге дейін ойнады да сөйтіп мен 5-ге дейін барып үлгерем ба ана жаққа съемкаға келіп үлгерем ба дейтін уайым болды
келіп үлгердім, уайым кетіп қалды. Или қандай уайым? Айтсай, мынандай уайымдар мысалға бар деп. міне қара, менде мынандай болды. Мен дос балам менен ноутбук сұрап алды бір күні. Дос бала ноутбук сұрап алды да, тілеге бір аптаға бере тұршы деді. Мен ноутбугымды бердім. Бір ай өтті, қайтармады. Мен айттым, ей, басың істей ме, қайда деп. Сөйтсем, ломбардқа салып жіберген. Деп, міне, адамдар маған переживать етіп отыр. Уайымдау, иә? Уайымдап отыр. Сөйтіп, болды, өзіміз қайтарып аламыз ғой, бірден көрейік. Мен айттым, айтсаң, өз ақшамды барып алып алушы едім мен деп. Барсам, уже ішін бәрін тазартып, сатып жіберіпті. Ал мен оның детский фотография бәрі сонда кеттім. Пашамай. Болды. Сен арасында андай бір сүлгімен бүйтіп ауырып отқан фотоң жоқ қой главный, да? Суретке түсіп алшы мені. 9 январь жалғыз өзі отқан ше. Сонда бүкіл фотолар кетіп қалды ма, әумен ба? Болды, жоқ. Вот, мен мысалы үшін сенің орнында мен переживать еттім, бір жарты жылдай есіме түсіп кетсе былай уайымдап былай. Менде ноутбук жоқ. Сол үшін уайымдамаймын. Екіншіден, жоқ, мысалға сен ноутбук жоқ болған үшін уайымдамайсың ба, например? не істеймін, ноутбук керек емес па? Киносын ойнайды бар ғой, үйде бір жылап алады, отвечаю. Отвечаю, жылайды. По-любому аңсағасы бар. По-любому бір реакция. Андай туалетте кішкентай коврик болады ғой. Соның үстіне бүйтіп жатып. Деп істейтін сияқты. По-любому аңсаған. Одан да диванға барып жатпай ма? Именно туалеттегі коврикке барып жатсаң. Одан да жұмсақ диван тұрып, сол жерде жылауға болады ғой. Жоқ, Бірақ сен жұмсақ диванға жатсаң, не деген керемет диван? Мен қалай жылаймын деп. Сол ғой, мен көңіл күйімді түсіретін нәрселер жоқ та, былай жоқтың қасы. Жоқ демей ақ қояйын енді. Прям сол үшін андай бүйтіп жүрмейді екенмін. Ауырған кезде де бүйтіп сәл ауырып, бірақ жазылып кету керек қой енді дальше. Сол үшін кішкене бүйтіп эндорфиндерді оятасың. Эндорфиндерді бүйтіп оятасың ба сен? Тұрыңдар. Жоқ, бүкіл нәрсе мида деп ойлаймын мен, баста деп ойлаймын. Бәрі нәрсе. Бәрі жынды ба, рахмет. Нежданчик шапалақ болып тұр дейді. Жоқ, бүкіл нәрсе баста деп ойлаймын. Если проблема болса, бүйтіп, оны шешу керек. Оны шешілмейтін нәрсемен бүйтіп жүрмейсің ғой. Ломбард деген проблема болды ғой сенде? Жоқ, егер ол уайымдамау керек болса, онда ол сезім не үшін берілген? Енді арасында сәл уайымдайсың ғой енді. Енді сол уайымдасайшы. Мен бір претензиям бар саған. Мен уайымдамаймын. Мен бір претензиям бар да саған, бірақ соны айтамай жатырмын да ше. Миымда жинай алмай жатырмын соны. Жинайық бәріміз. Так, қай жерлерде тұр? Мен үйде қиындататын нәрселерді жеңілдете бересің да сен ше. Болады, көрдің ба, наоборот болу керек. Сол кезде өмір өзі саған бетімен қарайды. Пожалуйста, өз-өзін жақсы көр. Өз-өзін бүйтіп күшті қылып өмір сүр. Анау бір өлең, кеше бір өлең жаттадым айтпақшы. Мен арасында өлең жаттайтын бар. Давай кеттік. Қандай өлең? 1000-да дейтін сондай өлең болса. Мейлі біреу жаман көзбен қарасын, мейлі біреу саған сынап. Не? Келесіде айтатын болдым. Бірден адамдар видеоға түсірсе бірден андай көтін тырыс қалатын бар. Мен күшті нәрсе айтайын енді, настроениені көтеретін нәрселерден. Біздің туыстардың арасында бәрімізде туған күндеріміз болады ғой. И бүкіл туған күнде айтылатын бір ән бар еді. И ол туған күн, мысалы үшін бүгін Жайканың туған күні болса, кім настроениесін көтеріп берейін? Жайканың туған күні, Жайканың туған күні. И мынандай ән айтылады. Ән айтылып барлық ойын алсын, әрбір күнің шаттық күнге айналсын. Басқа тойлар тойланбаса тойланбасын, Жекажанның туған күні тойлансын. Басқа тойлары тойланбаса тойланбасын, Жекажанның туған күні тойлансын. Тамаша емес. И дәл осылай сен бүйтіп уау деп күшті болып қаласың да, келесіде басқа тойлары тойланбаса тойланбасын, тілегеннің туған күні тойлансын. Сен сол кезде басқа тойлар тойланба. Анандай болса, Жеканың мысалға туған күні ғой. Кеше мен туған күнім болғанда, бірақ мен ешкім құттықтамаған, бірақ мен Жеканың туған күнінде отырмын, сен осы өлеңді айтып отырсың еще. Мына әннің іші бір ностальгический вайп береді екен, андай бір 200 грамм күттай ішіп алсам ше жылар едім мен. Аха, сол ғой. Андай нағашыларым сияқты жылап оқып мен ше андай күттай душевный бір зат басылып кетсе. Тура соны ойлағансың ғой. Басқа жанның ай деген. Басқа тойлары тойланбаса тойланбасын. Өз өмірінде қатты важный сезім қалған жоқ па, жаңа басқа тойлар тойланбаса тойланбай қойсын, бірақ Жекажанның туған күні тойлансын. Көрдің ба, қалай саған индивидуальность беріп тастайды. Сен сол кезде ё-мое, мен туған күнім ё-на деп бүйтіп мемлекеттік дәрежеге көтеріліп. Мен түсіндім, мен неге туған күнімді тойлағым келеді.
оказывается мен туған күнімді тойласам адамдар маған бүйтіп подарок беріп көңіл бөліп сөйтіп жатса мен өзімді должен сезінеді екенмін адамдарға. Жиза ма? жоқ ужас деді иә Андай, мен андай уже пошымайды, мына жақсылығын қалай қайтарамын ертең, рахмет, пошойды, мына жақсылықты қалай қайтарамын, рахмет, сондай екен менде. Олардың туған күні болған кезде менде уже стресс басталады. Маған чуть-чуть артығымен или осы қайтару керек деген сияқтындай. Поэтому мен лучше біреудің туған күніне барып, кайфовать етіп, көтеріп, подаркасы беріп, ол маған важно, не должен болып қалсын деп шығып кеткен ұнайды екен маған. Болды. 16 август мен туған күніне шақырамын. Жоқ, қара. сен санасып қалған адам ғой получается просто иә Жоқ, подарка стресс емес па? Подарка беру дегеннің өзі. Маған Мысалға беру мен вообще жиі стресс емес, көремін. беру кайф. Жоқ, ол таңдау ақша деген сен ақшаны айтыпсың ғой подарка деп, или басқа бірдеңені айтып. Жоқ, ақша деген күшті подарка ғой, по идее. Маған ақша Жоқ, менің ойымша ақша деген күшті подарка болғанмен ол фантазия емес, деген сөз ба? фантазия жоқ деген сөз, немесе сен ол адаммен қатты жақын емессің деген. жоқ, менде фантазия жоқ. Мен келіншегімде фантазия күшті да, екеуміз қосылға вообще рахат. Мысалға, давай, мен туған күнімде ойла, сен маған не подарок етіп жүреді, например, мен қаншалықты жақсы білесің мысалға. Маған нені айтты деп ойлайсың? Қандай подарка бересің? Как раз кешегі мен балам туған күніне қалған карточкалар бар еді. 9 сағат компьютер ойнайтын, бесплатно. Пожалуйста. Соны саған берер едім әкеліп. Мен саған, менен сұрасаң мен де подарка берейін. Сен не бересің? Саған мен берейін десем бәрі бар сенде деймін. Сондай бар еді ғой ада. Сондай адамдарды ұнатпайсың ғой. Мысалға менің бастығым бұрында семейде жүрген кезде андай бастықта машинасы бар, үйі бар, бәрі бар да анада. Сенің бюджетің 10 мың теңге. Не алып бересің оған? Ақшалай берейін сен де көтіне қыстырмайды ғой 10 мың теңге. Не істейсің ол? Өмірлік ситуация сендерге ал. Бәрі бар адамға өте креативный нәрсе ғой. Мысалы үшін мен Русқа андай Гарри Поттердің таяғын сыйлайтын едім. Гарри Поттерға ұқсап тұр. Кайф. Шрамыңды алып келе салшы, андай наклейка жастырып алады. Так, ЖК-ға істемейтін весы. Креативно. Или андай всегда 70 көрсетіп тұратын ше. Креативно. Көрдің ба? Ауырып отырған адамды күлдіртіп отыратын. Так, саған батарейка берем. Батарейка? Иә, сен ЖК-дан виси тартып аласың да, істейтін виси алып аласың. Өйткені ЖК-ға жақында виси керек емес болып қалады. Күшті нәрсе айттым деп ойлағам. мен бір рет досым бар, бір Москвада бір бай досым бар. Соған ар ойландым, не беретін, бер ойландым. Мен всегда оларға ақша берем, бірақ креативный күлдіретін бір нәрсе берем артынша. Мен оған секс костюм подарить еттім, мужской. Пчелканың костюм. О, қалай сонда? Қай жері секс? Секс-шопта сатылады, білмеймін, это вопрос Кетші бар. етмеймін, да. Сен сонда кіріп көрдің ба секс-шопқа? Кіргенмін мен, талай кіргенмін, Не, я очень много Сен кірмегенсің ба? друзьям оттуда подарки беру, просто чтобы поугарать, короче. Короче, если не знаете, что ему подарить, дарите, он такой, и потом ақша бересің, да. Чуть эмоция, и потом ақша. Бізге только эмоция. Вообще рыбалкаға бармайтын бір балаға полный набор рыбалка подарить еткенбіз. Аяқ киім, удочка, бәрін подарить еткенбіз. Өте қымбат тұрады ғой олар. Иә. Сендермен дос болайыншы мен. Вообще правасы жоқ, машина айдамайды, машина берейік мынаған деп. Мен сондай месседжді. Жоқ, ақша бердік. Толпой алдық, нормально болды андай. На толпу қатты ондай көп болған жоқ. Мысалға айтымның туған күні келе жатыр қазір, Жаковтың. Плотно подарка беру керек. Не берем деп ойландым. Сөйтіп, мен спортивка заказ бердім, мына жерінде жанамен деп тұрады, мына жерінде жүрек тұрады. Жүректі кессен, ішінде менің суретім тұр. Просто, угарнул. И Гуччи кроссовки подарю. Гуччи деген қанша? Екеу ма? Гуччи ма? Мен Гуччи кроссовки деп көп Гуччи. Гуччи кроссовки. Ойбай, Гуччи дегенде естімеген білім қалды ма? Бәдік. Гуччи дейсі, Мәне, Гуччи кроссовка Бірақ қашты қатты андай бай достармен дос болып, подарка беру, вот сол қиын. Өткен олар туған күн жасамаймын мен. Өткен олар туған күнге келеді да, баң, тастап кетеді. Мен отырам, твою мать, мынаның туған күнді мен мынандай қайтарамаймын ғой деп ше. Сен де ауырған екенсің ғой менің ауруыммен. Иә. Болса жаман. Сен санасады екенсің ғой деп. Жоқ, менде білесің бе не жоқ?
мен лучше оның туған күніне барып подарок берейін, ол маған должен болады деген жоқ. жоқ, ол уже ар жағында просто разгон Ей, секірме. Джеймс Ватсон. тұрады, аха. Все, Уф, құтылып кеттім осы. күшті. Енді мен мынандай сұрақ қояйыншы Жекаға, иә? Бар медицина. Жеңіс, сізге сұрақ. Туған күніңде алған ең қымбат сыйлық немесе ең ерекше? Сен ерекше дегенге жауап бер, екеуміз де. Ең қымбатынан бастайық. iPhone берген. Ну, последний. Саған просто iPhone подарок етті, сен жылаған эмоцияны тиктокқа түсіріп салған жоқ ешкім. Жоқ, Жека с Донерді ашып неткен кезде туған күніме емес, жалпы подарктан Жека с Донер бірге ашқан кісі машина подарок еткен. Қандай машина? Камри ол кезде 55 рестайлинг ең шыққан. Жүрегің тоқтап қала жаздан сол кезде. Тамаша. Соны подарок етті, бір айдан кейін інім жабыстырып тастады соны. Ойбу. Сосын екінші рет ол арықтаған үшін Мерс подарок етті, оны екінші інім жабыстырып тастады. Қазір інілерің бітті ма, сен просто арықтап жүрсің? Қазір машинаны нахрен ешкімге бермеймін просто. Машинаның шетіне резинкалар қойып жасашы, бәрін бүйтіп. Чтоб Жека бүгіннен бастап мені інім деші. И қазір қандай машина айдап жүрсің, соны жабыстырайын барып. Күшті ғой. Бұда так машина алғаннан кейін. Ладно, екеуміз айтайық енді туған күндерімізге не алған. Рус айтсын, примерно түсіп келатырық қой сөйтіп, иә? Сізге не сыйлады? Ең күшті бір сыйлығыңыз. Бала кезде папа мамам, ол кезде ата әженің қолында тұрамын ғой. Папа мамам кешке пойыздан түсіп келіп, мұндай вертолет сыйлаған, короче. Үлкен вертолет. Дейсін қалып қойыпты. Сол. Жоқ, ол эмоциональный подаркың ғой. Енді скромничать етпей, ең қымбат подарок. Жоқ, бейсіме түсіп, жоқ, прикинь. Мен туған күнімде вечно минусқа кіреді екенмін ғой, из-за этого тоже тойламайды. Есімде жоқ. Мынау саған деп, еба деген жоқ екен. Сен жусан ғана береді ғой подарканы. Еще подаркын столдан сәл азырақ қып береді ғой, основной постоянно. Мен де байлармен дос болмаппын, өмірі кілең андай. Средний, низкий. Сен маған айтып едің ғой, сен мен досмысың деп. Тико, өзгеше болмашы, сен қазір миллионерсің ғой, мыналар көп адамның алдында. Неге өзің баяғы рөліңе жақсы жүрсің, халықтың алдында простой болып көрінген келе ма? Тиконың Каспийінде қанша бар? Көрейік. Жоқ, мына жақта инженерлер жүр, карта пастаматтар жасайтын. Тоже уақыт жоқ. Ал, Тико, сенде қандай сыйлық? Маған Sega Mega Drive 16 бит. Неше дедің? Ау? Неше дедің ол кезде? 9-25 жыл болған кезім. Sega Mega Drive деген сол кездегі Sony PlayStation, білесіңдер ғой? Жоқ, қой, PlayStation емес. Ол кезде уже Sega Mega Drive шығып кетіп, уже адамдар ойнамай. Мен де сондай кезде алған бе. Уже актуальностьтер кетіп қалды, бірақ мен Xbox шығып атқан кезде ма? Сол кезде ойнамай. Кешір анда, детский травмалармен ат жібергенмін. Мен бір одноклассниктің үйіне барам, кешіріңдерші. Ананың үйінде прикиньте, үйіне кірем, Xbox'та V деген бәле бар етін. Бет қолына ұстайсың да, бет типа теннис ойнауға болады телевизормен. Қазір ол норма ғой, көп ондай заттар бар, там VR бір нәрсе. Сен ойлашы, одноклассниктің үйіне кірем да, во-первых, 3 этаж үй. Ебать, 3 этаж үй? Сөйтіп астына түсем да, анау несі ағасы басынандай Nike повязка киіп алып, соны періп ойнап отыр. 3 этажды үйге жарасады ғой повязка. Қумандашын деген соң ананың бәрін көріп ше, шок болдым. Сөйтіп соның мамасы Жеңіспен араласпа деп сөйтіп айтатын, прикинь. Анау кедей деп па? Типа сондай, прикинь. Ол жаман сен. Енді ты иди лучше с вот этими общайся, олар жақсы деп. Мен де Sega анау гусь еще араласпай кеткен ғой, ема. Сен түсініп тұрсың ғой, көріп тұрсаң нан. Жүрегің жараладың сен кәдімгідей. Жоқ, егер мен 3 этажды үйде тұрсам, мен ешкіммен араласпайтын едім. Неменеге араласып өзің? 3 этажда өз-өзіңмен жүре берсең де болады ғой. Біздің мектептен үлкен ғой ана үйі. Бірақ олар ол үйден бақытты болғандарын көрмеппін бар ғой. Неге? Оларға норма ғой, брат. Рус айтқан сияқты, жүк қой оларға. Volkswagen жүк. Volkswagen.
Я долго хотел это сказать. Обесцениваешь, блин. Мен вообще Жоқ, басқа зат жоқ, не мен обесцениваю. вообще басқа зат айттым, по идее, Жека. Ни в коем случае не обесцениваю, брат. Менде достарым бар, байдың балдары. Кәдімгідей қиналады. Ну, все равно кішкене далбансың ба деп айтқым келеді, бірақ енді сонда да иә әркімнің өмірі Иә, сондай. әртүрлі ғой. қатты бір байдың баласы андай уже 18 жасында С классқа мінген такой бала. Иә, андай ультрамажор айтып отырсың ба сен? ультрамажор, как-то получилось. Мен таныстым, вайнер, енді вайнер болып келе жатқан кезде ғой, оған қызық та, короче, танысып, бро, ты реально self-made, я хочу как ты дейді да. Көтің қысшы деген соң, не надо, как я тебе, как ты и дальше надо, зачем? айтпадым ба давай поменяемся деп машинасына отырып кетіп қалуым керек еді сосын аккаунтыңды бер Жоқ, мен просто на Әкесіне. снимай вайны иә әкесіне ты мой отец деп. Мә ол не кісі. Видишь, например, ол неге саған қызығып тұр, потому что сен self-made'сің да, ал оған даже сенің жолыңнан бастауға болмайды. Ол ертең блогермін десе бәрі, ишак, мынау бәрін саған не үшін істеп жатырмыз, пошел нафиг деп айтады да. Чуть-чуть боғауыздау түрін айтады. Мына жерде ол саған қызығып тұр да, блин, self-made'сің деп, ал байдың баласына ана жерден бастау болмайды, оған аяқтан бастау керек та, из-за этого ол уже сынып жатыр. Анаған қол жете алмайтын уже біледі да, бүйтіп просто қуып. Но мен реально сочувствовать етемін, андай байдың балдары болады ғой, өздері творческий, сондай зат жақсы көреді. И әкесі тұрады да, сен мен жолымды қуалайсың ары қарай. И ол мақұл дейді да. И сол білмей кетеді. Мен бір-екі адам білем, животноводствомен айналысып кетті, до конца ше сондай. И брат өзінің қаласынан шықпаған сол күйі, бай базар жоқ. Машинасы бар, бәрі жақсы, бірақ конкретно өзінің қалауын істей алмайды. И өзіне уверен емес. Несіне байсың деші, егер жан дүниең бай болмаса? Шутки. Жоқ, күшті нәрсе айттым деп ойлаймын. Не, реально говорю. Егер қанша бай болсаң да өзің таңдауың болмаса, онда несіне ондай байлық? Егер сен Вот серьезно, мен солар сияқты болғым келмейтін ше, енді шүкір. иә мен де болғым келмейді, өйткені бола алмайтынбыз біз. Русеке, сен сондайдан тебя осуждали, и ты бам, все равно сделал, что тебе по кайфу, да, стендап там туда-сюда, да? Соңында ғой құлап мал болып уже. Ең басына бастаған кезде жұрттың бәрінің ата-аналары айтатын, Рахманның баласын қарашы деп. Уже 10 жылдан кейін балдары әке-шесін айтып бастады ғой. Мен Рахманның баласы емеспін ғой, хотя бы деп ше. Соған дейін түсіп кеттіңіз ба? Түсіп уже. Соңында білгеніңді істеші, ойбай құрсын, білгеніңді істеші. Сен оны қайдан білдің? Үйлеріне барып әңгімелеп білесің бе? Рахман, так, там кто-то назвал имя деп. Қалай білдің оны? Жоқ, қасында тұрып Жоқ, солармен потом кездесесің ғой. Кездескен кезде балдары там ішіп отқан кезде, расслаб ұстап қалған кезде байқамай айтып қояды. Бірдеңе мен айтамын да оларға, мен хотя бы Руслан емеспін ғой деп айтамын деген сияқты. Ебать. Тема. Вот сол кезде бұл бүйтеді ғой примерно. Мысалы аңсағанға айтып отырмыз ғой, мынау неге мұңаймайды деп. Мен мұңайғанда туалет деп айтып отқан өзімнің өмірімнен алған заттар ғой. Өлі туалетте мұңайдыңыз ба сіз? Жоқ, сондай бір атмосфера ғой. басқа жерде бәрінде үйінде камера бар ғой Сонда жүремін, не жетпей жатырсың, қоймайды. Не мұңайып жатсың? Үйде Руслан мұңайып жатыр. Қай этажда мұңайып жатыр? 3-ші этаждағы қай санузелде? Оны золотистыйында. Золотистыйда оң жағына кірген. Бұның туалет дегені миында андай бір 10 квадрат метр андай. Ой, біздің туалетке кірдің ба, уже сыймайсың ғой. Уже шығу керек болады. Бізде даладағы туалет сасық шыш. Шет-шеті паутина, жылап атсам пауық бет қарап, бауырым кетші мына жақтан. Твоймет өзім проблемам жетіп атыр, құрышы бар деп. Ана туалетке кіріп терлеп шығасың ғой андай, датова кішкентай анау. Біздің туалет айтайын да. Біздің туалет бөлек болды да, бөлек санузел. Отдельный санузел. Дейтін бар еді ғой. Короче, кіресің туалетхана. Ана қол жуатын дымы жоқ та, бірақ біздің туалет датово кішкентай болды. Есікті ашасың ғой, иә. Бірінші бұрылып алу керексің да. Бірінші бұрылып аласың да, сосын барып бұрылып алғаннан кейін барып есікті жауып отырасың ғой. Ол сен кіргеннен кейін бұрыламайсың. Болды, кіргеннен кейін бүйтіп отыру керек болады. Сондай датово. И еще андай бүйтіп. Ойлашы, міне ғой есік. Ана бүйтіп мұңаятын жер жоқ қой ана жерде.
сен неге наоборот ол жақсы емес па басына бүйтіп тіреп қоясың да иә Негізі вот иә удобно ғой бүйтіп басың тіреп мұңаясың да. вот үлкен туалетте мұңаю қиын неге себебі туалет анандай жерде да вроде келіп отырасың да процесстің ортасында есік жаптым ба мен сосын трусымен барып бүйтіп есікті біз былай тексере саламыз ғой жаптың ба деп па сосын ұятта болса айтайын мен вообще әлі күнге дейін бір өзімді өзім жеңе алмаған дүние бар менде андай нәрсе мен туалетте отырамын ғой мен үйде емес көбінесе басқа жерде бір уборныйда отырған кезде есікті бір рет болсын біреу деп тартса былайынан деп тартса уже шығып баратсың ба сен Каз. автоматически обнуляется менде бәрі бүйтіп біреу келе жатады ғой біреу былай келе жатады ғой есік тук десе потом келем дейді да просто былай кетіп қалады короче то есть мен не келіп кететінін Мен сені түсіндім. болды Мен сені өте қатты түсінемін. Есті дутықсы қазір дейсің ғой автоматически. анау айырады біреу бұлгым деп айтасың ғой заведениеде бір жерде тұрыңызда біреу дейді ғой занято деп айтуғанда ұмытып кетемін да қайта бұлгым бұл кім дейсің мен жаңа көрші столда отырамын ғой брат мен осы анау спорт залға барамыз ғой барлық толық адамдар бәріміз бірге барып спорт залға барамыз и ол жақта азанда тренировка болады и бәрі тренировкаға сәл кешігіп келеді да и азанға позывтар кетеді ғой түсіндің ба кірдім үлгермедім ба болды ғой короче Мен болса шығарған жақта жоқ нормально кәдімгі олай подробно кетпей ақ қояйық да менікі жетеді в общем мен бүйткен бір рет мен жек көремін біреу тоқылдатады ғой мен қатты нервім ұстайды типа зеленый ең жанған кезде сигнал басатындар бар ғой сол сияқты вот зачем брат вот куда я че мне вот андай бір рет тартады мен отырамын үндемей түсінген шығар деп ше потом бір рет тартады ғой и тағы тартады и тоқылдататындар болады ғой ше жылжы деп па мен білесіңдер ма мен қатты нервім ұстайды ол протест қой не деймін ғой мен кәдімгідей өйстіп ұрсам соңғы рет сөйтіп қатты тоқылдатады да біреу ше и есік сыртқа қарай ашылады есікті ашып тастаймын ғой брат заходи ты вот сюда қыз болса ше жоқ еркекский туалет қой онда вообще жаппай отыра берсін жоқ ондай емес слишком менде бір жағдай болған осы стендап клубта централда стендап болайын деп отыр мен стендапқа келдім сахнаға шығатын адаммын и әртүрлі кабинкалар ғой сөйтіп ол кезде әртүрлі кабинкалар и мен былай отырмын міне есік міне тұр міне жаптым есікті ол кезде общий еді деп айтсай андай жоқ бәрібір короче просто бүйтіп алдымды жаптым жауып қойдым спокойно отырмын бірме кезде біреу келді да бүйтіп жай тартты жауып тұрды болды деп спокойно уже мен енді күресіп жүрмін ғой біреу тартты бәрібір спокойно отыра беремін деп андай дзен ұстап отыра беремін деп біреу дүк деп тартса да спокойно отыра беремін дедім и сөйтіп тұрған едім біреу келеді да бір жігіт анау қара күштің иесі ма білмеймін короче просто келді бүйтіп деп анау ойлаған жоқ ішінде адам бар деп бүйтті да бір шаг жасады да міне мен басым кешір брат деді да бүйтіп қайтадан жауып тастады и мен уже одан кейін шығып кеттім и сөйтіп ол адам көрермен залда отыр мен сахнаға шығып бүйтіп қай жерде екен ол деп ұялып қарамауға тырысып андай неге ұяласың ол ұялу керек қой личная граница где твоя телеген десең мен бір рет просто ар жақта туалетте болғанмын астында да тесік бар үстінде де тесік бар ғой қалай ол ана жақта астындағы туалет ше иә давно вестерннің барына кіріп кеткен сияқты ананы жауып и өте общественный жерде отқан сияқты сезініп отырмын короче не по кайфу отырмын сосын бір кезде андай туалеттегі әңгімелерді жақсы көремін ше екі бала кіреді да бро дейді да а ты знал бір туалеттен екінші туалетке әңгіме айтып жатыр ол романтичный иә бро а ты знал дейді да че дейді да осылай бар ғой андай бір нәрсе көріп алған сияқты аналар бар ғой сондай да вайп мен уже қызығып тыңдап отырмын бро а ты знал дейді да че дейді да когда короче ты мерзнешь ты же знаешь что ты хочешь ссать сразу дейді да анау да дейді да это прикинь организм избавляется от лишней воды потому что ее тяжелее всего греть дейді логично он прав анау екіншісі тұрады да
дейді. И мен мына жақтан базара нет деп. Үндемей қалды ше кәдімгідей. Маған ұнады сол момент. Мен ойлаймын, ана әңгіме айтып жатты да. Кто это деп қалған шығар деп ше. Сосын екіншісінде мынандай болған, біреу тұр да. Мен байқамай отырмын. Сенде көп екен историялар В общем, қарап қалсам есіктен бүйтіп қарап тұр екен. Ана бой ұзын, он сверху смотрел. Это Жека Фатбели деп па? Я после этого не ходил. Нет, он просто вот так, видимо, заглянул и болғандай. Атай там донермен былай сөйтіп. Нет, тогда еще в проекте не был. Ана он заглянул и андай болады ғой, ұзақ қарап қоясың уже. Ол бет қарап бет кеткісі келді ау деймін. И ол бет қарап та, и сәл ұзақ қарап қалдық бір-бірімізге. И уже сәл гейский әңгіме болып қалды ше. И мен де не толып қалдым, и ол да и деді да кетіп қалды. И уже как будто и искра пролетела между нами. Біртүрлі болып қалдым. Ол сен максимально неменемен көрген ғой, шынайы. Жоқ, хорошо, что он бой ұзын болды, а мне прям кішкентай болса астынан бүйтіп қараймын. Астынан бүйтіп. И вообще мен қазір қатты уайымдап жүрмін, негізінде қатты уайымдап жүрмін. Потому что мен қазір уже любой жерге телефонмен кіретін болдым. То есть телефон, мен уже устал, мен телефоннан құтылғым келеді негізінде. Просто адам секілді өмір сүргім келеді. Даже бет трусымен жүрсең да, үйде трусының жағына қыстырып қойып. Қалта жоқ кезде. Мен қалтам болмаса, трусымен жүрсем, мен телефонды трусыға қыстырып қойып жүремін ғой атауы. Короче, андай, туалетте телефон қолданған дұрыс емес, но кейде қолданып қаласың мен, бүйтіп отырған кезде телефон шыққан. Бүйтіп сәл бүйткен кезде мына жерің қып-қызыл болып тұрады ғой. Екі аяғын бүйтіп тұрасың ғой, бүйтіп. Жоқ, андай тұра алмай қаласың ғой. Сол аяғын отказ береді ғой, соны жек көремін. Байқадыңдар ма? Мен әйелім еще как назло, мен әйелім дым телефонға зависимый адам емес та. Мә, жақсы екен. Вообще отырмайды телефонда. И мен кейбір кезде ойлаймын, телефонға зависимый болып кетсе екен деп ойлаймын оны. Өйткені мен постоянно өзімді на фоне не андай сәл жаман адам болып сезінемін да, короче. Бүйтіп андай отырамыз да, ты можешь телефон свой убрать хотя бы на минуту дейді да. Я айта алмайсың да сен оған. И сен телефонда отқанда ештеңке демеймін ғой деп ше. Даже сен отса да айта алмайсың, Жайка, если да? Сразу бүкіл желанияны қайтарып тастады ма? Оның отырып отырмағанда не жоқ. Әңгіме ода емес, сені отырғанда. Бірақ анда-санда екеуміз телефонда отырамыз ғой. Ол телефон тастаса, сразу телефон тастайсың ғой. Ана бүйтіп екеуміз төсекте телефон қарап жатамыз. И ол бүйтіп қычыңқ деді ма, мен де сразу қычыңқ дей саламын ғой. Өйткені кішкене деген сені қычыңқ қылып жіберді. Өйткені бүйтіп дейді. Сосын алып тастау керек. Қазір телефон деген любой жерде шықпай бересің ғой. Бүйтіп такси күтіп тұрған кезде, далада, прям как будто керек сияқты. Былайынан қарап тұрсаң, қатты керек емес қой, оның ішінде информация бар. Вообще, туалет деп айтпақшы, біз қазіргі заман адамдары информационный боқты жұтпасақшы, физический боқ шықпайды бізден уже. Қандай? Мәссаған. Біз бұлай информационный боқты жұтпасақ, физически шықпайды уже да того. Үйреніп қалғанбыз. Руслан қуып кетті. Сенде бір қиыншылықтар бар сияқты денсаулық жағынан. Жігіттер, мен вообще туалетке кіргенде телефон деген жалғыз сонда емес, мен просто жатқанда да, мысалға мен сағат 1-дің кезінде болды, ұйықтаймын, мен дені дұрыс адаммын. Болды, мелатонин бөлініп жатыр менде қазір, мен ұйықтайын деп ойлаймын. Көзім чуть-чуть сығырайған, кішкене қызарып, болды, міне мен жатайын деп жатырмын, болды, міне телефонды қойдым. 10 секунд мүмкіндік бермеймін ғой өзіме. 10 секунд мүмкіндік бермеймін, что просто бүйтіп жатып, қазір ұйықтап кетемін деп бүйтіп. 10 секунд уақыт бермеймін, что-то ұйқым келмей тұрған секілді деймін да, просто бүйтіп. И болды, 2 сағат, уже сағат таңғы 4, ұйықтау керек, уже болмайды деп қоям да бүйтіп, деймен уже қоя алмай жүрмін. Сен өзің былай жатқан кезде бүйтіп шыдай алмайсың ба сен сонда? Шұлағың келіп тұра ма бүйтіп андай? Зависимость бар ғой сонда саған. Как будто андай ощущение жоқ па сендерде, как будто өмір айналып өтіп кетті. Мен қазір ұйықтап қаламын, таңертең тұрғанда өмір басқа жақтан бір қызықты бірдеңелер болып кетеді деген уайым. Менде ондайдан ситуация бар. Мен 11-лерде ұйқым келеді ғой. 11-лерде бүйтіп, ладно, ұйықтайын. Молодец, таңертең 8-де тұрамын ғой деп сөйтіп ұйықтайын деп жатқан кезде андай мысльдар келеді ғой. Қазір бірге қарай бәрі жиналады балалар. Сені таппай қалады, сосын ертең күшті қылып абсурдат етеді деп. И мен бірге дейін, ладно, бір бірдеңе оқыған шығар деп бүйтіп күтесің ғой. Сосын ладно, ұйықтайын деп жатсың. Қазір 3-ге қарай небір қызықтар болайын деп жатыр. Қызық қуасыңдар. Мен телефонға жабысам, потому что телефонды алып тастап кетіп жатып қалсам, уайым басталады менде.
так ертең анаған мынаны төлеу керек, анаған бүйтіп төлеу керек, Сол жақсы. анаған бүйткен сөйту керек, алдындағы ошибкалардың бәрі ертең мияқтан шығуы мүмкін, бірдеңе деп басың бүйтіп проблема қарап кетіп бара жатады да, өмірдің бәрін алсын шығып телефонды қарайсың, бір какой-то бір антилопаны гепард қуып барата ма, соны бүйтіп қарап. Бәрімді африканецтер ше бір шикі ет жейтін контентке отырып алдым. Қандай рек шығады? Мен походу аурумын жалғыз өзім. жалпы қазір официально андай зависимость деген қалай болады? Тәуелділік. Тәуелділік. В общем, зависимость болып официально тіркелейін деп жатыр. Вообще скроллинг деген нәрсе. Сенің миың секс және наркотиктан бөлінетін гормондар бөлінеді жалпы оны қарағаннан. Креативный адамдар бірдеңке ойлап табуы қиындайды. И ердің бір мақсатқа жетуі қиындайды. Өткен ми ана жақтан уже кайфтың бәрін алып қояды. Мен мысалға 2 күнім 2 түрлі ғой. Егер азанда сразу рилс қарасам, болды, ол күнім басқаша өтеді. Мен айелім кәдімгідей менімен соғысып айтты, азан мен телефонға кірмеш дейді да. 1 сағат кірмеш телефонға. Азанда миым өте анық болады, сол кәдімгідей істеп көріңдерші. Сосын мынандай нәрсе бар. Біз әрқашан өзімізді бір нәрсемен развлекать етіп отыру керекпіз, короче. Қызық бір нәрсені көріп, күліп, жылап, сострадание бір нәрсе, сол эмоцияларды сезу керекпіз ғой. Ананы соны рилстан аламыз. Егер де соны алып тастап ашин отыра берсең, сондай статьяны оқым 8 минуттан кейін миыңның креативке жауап беретін бөлігі жұмыс істей бастайды. Сосын мен мынандай теманы істеп көріңдерші. Мен осындай нәрсені істей бастадым. Бүйтіп отырамын да, стенаға қараймын да, 15 минут стенаға қарап отырамын. Просто. Мынауың қат екен. Досым істеп көрші, ана аяқта даттабу анау мидың бұрыштарында қалып кеткен заттар есіңе түседі. Ёп, твоим мынау бар еді ғой. Мен балалық шағым осылай өткен. Өте мықты істеп көріңдер. Мен келеді кәдімгідей. Мен анандай бір нәрсе қосып жіберемін. Твой мозг нуждается быть. Мен спальныйға бар ғой, спальныйға бұрынғы кілемдер бар ғой, сондай іліп қойсам ба деп ойлаймын. Что бүйтіп жатам да, былайынан жарда, былайынан анан бүйтіп, былай шығатын выход іздеп саусағымен былайынан штоп жататындай. Бүйтіп телефонды тауып алып. Бүйтіп кеп бүйтіп выход тауып алып, телефонды алып бүйтіп. Жоқ, күшті нәрсе айтты. Жаңағы Инстаграм, ТикТок, молодцы. Сонда мен айтпасам сендер шапалақ ұрмайсыңдар ма? Жека ана бағанадан кейін сразу болды деп ойла шапалақтың бәрі. Күшті нәрсе айтты анау. Инстаграм, рилс деген каждый эмоцияға дейсің, біреуінде дейсің, әртүрлі эмоциялар бөлінеді ғой. Бір 8 ТикТок көрсең 8 түрлі. Біреуін аяйсың, біреуін күлесің, біреуін бірдеңе істейсің деген сияқты. И содан кейін ғой қазіргі адамдарда мысалы үшін YouTube көргісі келмейді адамдар. Өйткені ютубта ұзақ нәрседей бір эмоция примерно бүйтіп қарап отыруың керексің. Кино деген тем более қазір кино көрмейді, киноны бүйтіп өткізіп жіберіп көргісі келетіндер бар. Сондай сияқты. И мен қазір түнге қарай соны андай нәрсені. Мен сені естіп қойдым ғой деймін осы бірдеңе темаларын ше. Мен просто YouTube қосып қоятын болғам. Қазір телефонның орнына бүйтіп YouTube қосып, YouTube'тан бірдеңе қарап, отырып, сөйтіп 1 сағат бойы. Ұзын контент. Андай болмайды, бағанағыдай дейтін нәрсе болмайды да. Жалпы бір бір темпта көріп отырасың. Кино деген сияқты. Мен қазір датаво уже рилсовый сериалдар көрем. Уже анандай қытайский бірдеңелер ат шығады. Анау салонға кіріп келеді, бір өте нашар киінген жігіт, 2 сатушы, кет, сенде ақша жоқ дейді. Сөйтсе анау бастық екен. Қарап отырам да, уже 4 секунд ішінде сендерге көрсетеді қазір. Сендер білмейсіңдер, бұл бастық екен деп ойланып отырады миым. Соған лайктар кім басады десем, сен басады екенсің ғой. Уже кәдімгі мини-сериалдар көрем кәдімгідей. Жоқ, оны алып таста. Андай өз-өзіңді тәрбиелесей. Жоқ, серьезно, ұзын сериал, брат, көрсей хотя бы. Настоящий детектив көрші. Мен қазір сендерді міне бит жерім кеп тұр дәл шетте. Алмай жатыр, контенттер. Онда мен басқаша болып шығайын. Қалайсың? Мен байдың баласымын. Қиын бірақ енді. Ол зависимость деген, мен шүкір бұрын прям көп қарай беретін, шұқылай беретін. Қазір более-менее қазір трецқа көштім да, трецта оқисың ғой хотя бы. Анау сияқты көп эмоция бермейді ғой. Треці құрсын. Адам түңілдір жүреді қандай. Құдай сақтасын. Негатившіктердің бәрі жиналған ғой. Үйге масқара. Кіріп кетесің да, вы заметили бірдеңе бүйтіп жайлап кіріп, астына кіріп, астына кіріп, өзің жазғың келіп, жынданып, ішіңе сақтап, анан
трец кәдімгідей өткенде трецта маған атака басталып кетті. О, мен байқамаймын. содан кейін удалил брат, өмірім бақытты болып кетті. Да? Мен де ана жақта аптасына бір рет сорлысың ғой жақта сен, короче. Ойбай. қандай атака басталды? Қандай атака болды? Атака Титан. Атака Титан. Атака Титан. Баяқ. 22-ші жылда ма бір материал болған домашнее насилие туралы 22-ші жылы. Я мен келіншегімді бүйтіп пышақпен бір ұрғым келді, потом ойлаймын, құдай сақтасын, мен у меня хорошая карьера, великолепная семья, зачем мне сейчас статья за хулиганство деген. Жақсы Андай шутка, күшті өте прикол жақсы ғой. шутка. Андай мен келіншегім пышақ тұсам, біздің елде тек қана хулиганство береді деп. Сөйтіп айналдырып келесің, бір жерінде айтамын, 60% женщин страдают домашнее насилие, хотя все 100% могли бы просто вовремя заткнуться деген андай. Мұндай прикол ғой енді. Мұндай прикол, типа бәрі сондай уахаха деймін. Мысалы 22-ші жылы батыста халық да деп күлетін еркектер. Уахаха, қумаңдар, сөйтіп жүрген приколымдың именно сол жерін бүйтіп кесіп алған да, бүйтіп ше. Дейтін жер жоқ, арты жоқ, мына жерін кесіп алып қойып, жанына Қазақстанда соңғы жылдарда болған бүткіл насилиялардың бәрін бүйтіп жанына салып, давайте покажем этому недокомику бірдеңе-то оқи алмадым даже, сірдеңе деп жазып қойған. И жарты сағаттың ішінде кетіп жатыр уже. Кто это нахуй десе, Русантай деп жазып қояды ана еще. Кто это, Русантай деп ше. Жайлап. Нет, это не деп қасына. Адамдар шығып жатыр уже, вроде Руслан нормальный еді ғой деп сомнение істеп жатыр біреулер бүйтіп сөйтіп жатыр. Сосын кірдім де айттым, енді жақсы кесіп алыпсыңдар енді деп. Енді амал жоқ, қазірде cancel болу шарт шығар. Кеттік онда cancel қаладым деп. На всякий пожарный ссылкасын қойып кеттім, дұрыстап қараңдар құрсын деп. Қойып кеттім да 2 сағаттан кейін удалить етіп тастады әйтеуір өзі. Походу өзі бір жерден тауып алған ғой кітті нарезканы. Бәрін көргенге удалить етіп тастады. Уф дедім, молодец екен деп. И просто атака. Сол үшін контексттен алынған нәрселерге көп сене бермеңіздер. Сол үшін контексттен алған нәрселерге көп сене бермеңіздер. Бір контекстті ғана боқамасын деген ғой. Ертең сол үшін контексттен алған нәрселерге сене бермеңіздер. Ертең мына шоудан бар ғой, менің мыңғыр контекстімді алып ше, мынау не бәле деп бүкіл жерге. Сен ондай ештеңе айтқан жоқсың мен саған. Дым айтпадың сен? Иә, өйткені не айтасың қыздар жайлы, олар өте керемет емес па? Қазір Рустың айтқанын қайттан кесіп алады примерно. деп қалып қойса же Рус. Еще менімен бірге кеседі да сөйтіп, этот еще жена ненавистник. Иә, сондықтан қазір егерде телефон көп шұқыла берудің орнына кино немесе сериал, кітап оқыңдар. Кітап оқы деп мен біреуге ақыл айта алмаймын, өйткені өзім кітап оқымаймын. Сондықтан өзім істей алатын нәрселерді айтайын деп жатырмын. Сен бағана өлеңің не болды? Өлеңім ба? Бір басын қарап хотя бы оқып берші, ұмытып қалсаң. Ол менің андай ойымнан шықпады просто. Соны бір оқып. Негізі күшті өлең негізі. TikToktан көріп алдың ба? Жоқ. Бұрын Мұқағалидың өлеңдерін жаттағам ғой мен. Мұқағалидың өлеңдерінен жарысқа қатысқам, кәдімгідей бір кітабын полный білетінмін. Кейінірек қой топай оқығанбыз. Бір жерінен бастаса бүйтіп сол жерінен жалғастырып кететін. Бірақ ол не популярный еді, өйткені Абай өлеңдері бар еді ол кезде. Абай өлеңдерінен жақсы жарыстар болатын сөйтіп. Абайдың бір өлеңін айтқан кезде жалғастырып кететіндер хит болды да. Мұқағалиді жүргенде біз өзіміз Андеграунд болдық деп. Екі ақ адам деген сияқты. Мен де сен неңде болдым. Мен бірақ сабақтан қашу үшін баратын едім чисто. Чисто 3-4 сабаққа қатыспауға, жарысқа бару керек болса, барам. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй. Мына адамдар неге жатыр тойламай. Жалғыз білем, бірақ как будто Мұқағалидың бәрін білетін сияқты кіріп баратын едім. Аяп кеттің ба? Жоқ, мен солай Қасым өлеңдерінен екінші орын алғам. Бізде Қасым өлең. Жоқ, сен оқысыш. Болды. Біз сені сұраған жоқпыз ғой, не істедің бұрында деп. Сен жегізіп жатқан сияқтысың. Мейлі біреу сенің дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын. Сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Көрмей жатып сені сырттай жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сондықтан да өз-өзіңді жақсы көр. Алдарыңнан шықсың десе жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе егер, ең алдымен өзің сондай жақсы бол дейді. Сол үшін сендер маған айтасыңдар ғой, неге мұңаймайсың, андай-мындай. Мен просто жақсы адам болғым келіп жүр. Өйткені жақсы жанды жолықтырғым келіп. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, құрметті достар. Сіздермен бірге болған Руслан, Жека, Аңсаған және де мен тілеген барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.